Бүгінге жоспарланған операциямыз науқасымыз 47 жаста, ресептопластика операциясы және гайморотомия операциясы. Науқасымыз 10 жыл бұрын мұрын шеміршегін түзеген, бірақ одан кейін толық жақсы нәтиже болмаған, мұрынмен әлі де нашар демалады. Міне, оң жақ мұрын қуысын қарасаңыздар, спайка дейді, синекиялар бар, шеміршегі әлі де қисық. Сол жақ мұрын қуысында синекия бар, осыған байланысты әлі де науқасымыз толық демалмайды. И мұрындағы аэродинамика нашар болғаннан кейін науқасымыз жиі гайморитпен ауырады. Операциямызға сәттілік. Операциямыз аяқталды. Науқасымыз енді мұрынмен толық демалатын болады. Операция барысында мұрын қуыстарында кішігірім полиптер, мұрын тіндері өзгере бастаған, шырыш қабаттары. Ол деген сөз, науқас өте ұзақ бойы мұрын тамшыларына тәуелді болған. Енді ешқандай мұрын тамшысына тәуелді болмайды, жақсы демалатын болады. Гаймориттен және қысылды.